Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда осындай венский вафли дайындайтын боламыз. Алдымен тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші жұмыртқаға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның артынша ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді үстіне 2,5% айран құямыз. Мінекей 2-ге бөліп ұн салып аламыз. Ұныңыз міндетті түрде електен өткізілуі керек. Жақсылап араластырып, сәл ғана көтерілуі үшін разрыхитель немесе сода қосамыз. Мына бізде разрыхитель қостық. Енді араластырғаннан кейін бізде не қою емес, не сұйық емес, орташа масса шығады. Вафельницамызды әбден осы кезде қосып, әбден қыздырып аламыз. Дайын болып қызған вафельницамыздың үстіне осылай көп емес, орташадан ғана салып шығамыз. Өйткені бізде бұл көтерілетін болады. Өте дәмді болып шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Таңғы асқа немесе балалардың күнделікті жегенге өте дәмді болады. Мінекей бізде осылай болып шықты. 5-7 секундта пісіріп береді. Қараңыз, асты да үсті де әдем болып піскен. Және бастысы шикі емес, өте жақсы болып піседі. Мінекей келесілері. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.